8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің бірінші сессиясында айтылған мемлекет басшысының балалардың спортпен шұғылдануына жағдай жасау жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде қазақстандық тірек ауылдарда кемінде 100 аз шығынды әрі тез салынатын модульдік спорт ғимараттарын салу жоспарлануда. Қаржыландыру мәселесін Мәдениет және спорт министрлігі Қазақстан халқына қоғамдық қорымен бірлесіп пысықтап жатыр. Сондай-ақ дене шынықтырумен айналысу үшін жақын маңда қолжетімді қауіпсіз спорттық инфрақұрылым, яғни жүгіру және велосипед жолдары, спорт алаңдары, жаяу және атпен жүретін туристік маршруттар құрылады. Осы мақсатта ведомство нақты қажеттілікті анықтау үшін өңірлердегі спорт объектілерінде түгендеу жүргізеді. Бүгінгі таңда республика бойынша 43 мың спорт ғимараты жұмыс істейді. Оның 23 мыңнан астамы ауылдық жерлерде орналасқан. Ағымдағы жылы 113 жаңа спорттық нысан салынып, 20-сы қайта жаңартылады және жұмыс істеп тұрған 6 спорт нысанды қайта жарақтандыру жұмыстары жалғастырылады.